Бүгін сіздермен 3 заттан тұратын, 2-ақ минутта жасалатын, дастарханда моншақтай болып мөлдіреп тұратын бір жасағанда жиі жасай беретін өте дәмді салат жасаймыз. Ол үшін сізге 1 банка қызыл бұршақ, жүгері және кепкен қытырлақ нан керек. Қызыл бұршақ пен жүгерінің суын төгіп, ситаға салып суық суға шайып аламыз. Шұңғыл ыдысқа қызыл бұршақты, жүгеріні саламыз. Татымына қарай тұз, 2-3 тіште сарымсақ, қара бұрыш, 2-3 қасықтай майонез салып араластырамыз. Жалпы бұл салатты мен үйде жиі жасаймын. Жай күндерде аяқ асты кісі келіп қалса, мені осы салат құтқарып қалады. Тіпті менің балаларымның сүйікті салатының бірі. Сондықтан мен ойлаймын, сіздердің де үйлеріңізде осы салат енді жиі жасалады деп. Егер келген қонағыңыз рецебін сұраса, осы видеоның астында поделиться кнопкасын басып, бөлісіп қойыңыз. Мен бұрын осыған қытырлақ нанды да бірге қосып араластыратынмын, бірақ кішкенеден соң наны езіліп, дәмі онша болмай қалады. Оның үстіне егер қонақ келгенде дастарханға қоятын болсаңыз, онша әдемі көрінбейді. Сондықтан осындай жолын тауып алдым. Әрі әдемі көрінеді, әрі наны езілмейді. Ортасына орын қалдырып, дөңгелектеп, қасықпен салып шығамыз. Бос қалдырған ортасына қытырлақ нанымызды қоямыз. Қалай көрініп тұр? Әдемі емес пе, иә? Жасап көріңіз, пікіріңізбен бөлісіңіз. Видео ұнаса сізден лайк, тіркелуді ұмытпаңыз.